Ассалаумағалейкум достар. Что там, қалайсыңдар достар? Қалдарың қалай? Жақсы ма барлығы? Досым, давайте каналға тіркелдің бе досым? Давай тіркеліп кет каналға беріңіз. Потом содан кейін видеоны көресіңдер. Достар, сосын видеода көріп тұрғандарыңыздай, өздеріңізде көріп тұрғандарыңыздай, мен бүгін Машаға паук болып пран жасайтын боламын достар. Маша өте қызық болады видео алды, сондықтан видеоға лайк басып, тіркелмеген болсаңыз тіркеліп кет. Давай біз кеттік ендеше видеоға кеттік. Бұл кім екен десеңіздер, бұл паук достар. Керемет па? Мынаны қараңыздар, мен деген қандай костюм тауамын пауктың. Қараңыздар енді достар, енді біз Машаға қарай бармас алдын. Қараңыздар, мен айтпақшы, шошқаның суханын сүймейді достар. Қайда бұл ана шошқа? Ат бастаймыз давайте достар. Керемет достар. Осындай шошқаларды жаман көремші достар. Сухан сүймейді осындай шошқаларды. Паук достар, давайте пауктатамыз. Біз енді паукпыз ғой, енді паук болғаннан кейін что там паук? Қараңыздар, в шоке болып тұр ғой мені көріп. Бірінші көріп тұр ғой мен бұлай тұрып жүретін паукты қайдан көрген, енді бұлар көрмейді ғой вообще. Бірінші сначала Маша, ой шошқа, ишак. Ай, арам тамақ. Қараңыздар достар, лучше бірінші Машаға бармай тұрып, бірінші кішкене мызғып, ұйықтап, таңертең барайық достар. Керемет достар, таңда атты. Так, енді біз Машаға қарай барайық достар. Қараңыздар, ма пауктардың бәрін өлтіріп тастаймын, не істеймін достар. Давайте атамыз. Деп жүр ғой, қараңыздар, біз де дауысын шығара аламыз десеңізші. Паук, сен қатая берме, бауырым. Керемет. Давайте енді біз Машаға қарай барайық онда. Машаға қарай жылжи берейік тартылып. Достар, айтпашы мен зомбилерді, нелерді сухан сүймейді. Давайте өлтіріп тастайсақ. Қараңыздар достар, кішкентай ғана баласы жүр мына жерде. Керемет. Қашады мынау, қараңыздар, қалай тез жүгіреді. Қараңыздар, маған қарай деші. Басыңыз шашып жіберем, миын шашып жіберем маған. Ашыма тиме. Достар, кішкене қал. Достар, кәдімге қыптысы көп, қараңыздаршы. Давайте Машаға қарай барайық. Машаға так үйінде жүрген шығар, не істеп атайық. Маша қорқып кетті жақсы. Біз оны қатты қорқыта бермейік достар. Торговля дейді достар, давайте. Бауырым сен мен Машаның үйінде не істеушін? Машаның үйінде не істеушін? Ой, шілік. Ой, Маша, короче, бауырым, мен паукпын ғой енді, бірақ мені қатты қорқытады. Давай екеуміз кеттік, саяхатқа шығып қайтайық. Балық аулаймыз ба, или давай қазір бірінші қайық алайық, содан соң білмеймін енді бірдеңе істейік, короче, или атсамыз ба, или балыққа шығайық, давайте, Маша. Давай онда, Маша, бұлай қоямыз, ойынның шартын мен бұлай қоям. Егерде сен мені, Маша, короче, менімен бірге атысып, бірге саяхатқа шығатын болсаң, қайтып келген соң, мен саған аюдың қайда екенін айтамын. Аюды тауып беретін боламын, былайша айтқан. Жарайды, мен онда келістім. Кеттік, қайда барамыз, қайда саяхатқа барамыз? Ең алдымен, Маша, мен міне қайық жасадым, осы қайықты алам. Короче, мен саған қазір қайық берем, сол қайыққа отырасың, екеуміз былайша айтқанда теңізге жүзіп, содан соң балық аулаймыз. Или болмаса, давай, Маша, бүйтейік. Қару-жарағыңды дайында, кәдімгідей атсайық, давай онда. Атсайық, короче, кім жеңеді, сол аюды қайтарып беретін боламын. Маша, сен өзі қайда кетіп қалдың? Мына жақта жүргенсің, мен қайық керек ба саған? Давай, осы қайыққа отырып ал, Маша. Мынау деген қорымыз екенсің ғой, Маша, давай, отырып ал осы қайыққа. Екеуміз қазір ататын боламыз. Мынау отыра алмай отыр ғой. Ой, шілік. Балық аулай аламыз ба екен достар?
Бауырым, жалпы мына теңіз қай жаққа апарады? Айтпасаң мә шелек саған, бауырым, шелек. Түрің құрсын, шелек. Осылай өлтіп тастаймын. Дельфин, қараңыздар достар, дельфин жүр аяқ астымызда. Давай, Маша, дельфин аулаймыз ба? Маша, қалай ойлайсың, дельфин алғың келіп тұр ма, әлде атсайық па? Бауырым мырза, менің балықтарға аллергиям бар, мен балықтарды жек көремін. Сондықтан давай лучше атсайық. Мен кішкене атыстан хабарым бар, ал балықтан мүлде хабарым жоқ. Балық аулағым да келмейді тіптен. Қалай оң болсын, Маша, онда атсайық, мен де дельфинді аулайын деп тырысып едім, аулай алмадым. Давай онда қару-жарақтарды алу. Маша, қараңыздар, не істеп отыр достар? Маша, не болып отыр саған? Жынырып кетті ма, Маша, не болды саған? Қараңыздар, анау басы сынып кетті ма, не болды маған? Лучше давай енді атысты бастайық, мына деген жынырып кетті ғой дейтін, атысты бастайық онда, тез бастайық, Маша. Так, былай тегіз аламын ба достар? Кішкене алды достар, не болды? Сен неге мені басталды деп айтпай жатып атып тастап жатсың, сен дейін арам екенсің. Бауырым мырза, сіз арам екенсіз. Басталды деп айтпай жатып мені атып кеттіңіз. Онда басталса келіңіз көрейік. Маша, бұл дейтін арам емес қой, сен қалай арам деп ойлайсың ол деген? Мен саған атысуды басылайық дедім, сен өзің жалғыз деген жоқсың ба? Мен әлде ешқалысы естіп қалдым ба? Керемет достар, бір патрон бар, давайте тағы бір рет тигізейік, сосын Машаны короче қазір бір рет талдырамыз, одан кейін көреміз ары қарай не болатынын. Машаны қараңыздар достар, атып қойып деймін, мынау дейтін. Керемет достар, керемет. Маша, кімнің мықты екенін бұл жерде білген шығарсың. Жарайды енді, Маша, мен сені қатты қинай бермей-ақ қояйын. Мен түнде ұйықтамаған едім, сондықтан бүгін атыспай-ақ қояйықшы, ертең атсайықшы. Мен бүгін шаршап тұрмын қатты. Ертең атсайықшы, бүгін шаршап тұрмын, себебі түнде ұйықтаған жоқпын. Жақсы дегенің болсын, Маша, бірақ есіңде болсын, аюды мен бүгін саған айтпаймын қайда екенін, ертең айтатын боламын, атысып болған соң. Достар, қараңыздар, Машаның заттары деген кәдімгі шашылып қалды. Күн батып жатыр достар, қараңыздар, күн батып жатыр. Күннің батуы қандай әдемі құбылыс, қараңыздар, қандай әдемі құбылыс. Достар, осындай әдемі құбылыспен мен видеоны аяқтайын. Видео аяғына келіп жақындап қалды. Видеоны аяғына дейін көрген болсаңыздар, рахмет. Тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Ал біз Маша екеуміз ертең қайтадан үлкен саяхатқа, теңізге саяхатқа шығатын боламыз достар. Сол саяхаттан келген соң мен Машаны, аюдың Машаға қайда екенін айтатын боламын достар. Қош сау болыңыздар, мен сіздермен қоштаспаймын, тек келесі кездескенше деймін.